Заманауи қазақ қызының бейнесі. Заманауи қазақ қызының үш сипатын көз алдыма елестетемін. Біріншіден, әке-шеше туыстарының ортасындағы қыз бала, немесе бойжеткен кезі. Заманауи қазақ қызы үйіндегі қамқорлықта ең терең сезінген әкесінің мейірімі мен анасының махаббатына малынған жан. Жай ғана ерке емес, есті ерке. Ол бүкіл төңірегінен ізгілікті өнегені үйренген. Әкесінен бүкіл тарихи сананы сіңірген. Анасынан отбасындағы тұрмыстың бүкіл түйткілдерін игерген бақытты тұлға. Екінші сипаты, тұрмысқа шығып, бір әулетке келін болып түскеннен кейін аманатшыл, адал жардың жүрегіне шаттық, бесігіне бөпе, дастарқанына береке сыйлайтын жан. Және айналасына шуақ шашып, ағайын туыстың басын біріктіретін алтын қазық ретінде елестетемін. Үшіншіден, ол тек қана өлетіндегі ерке, есті қыз ғана емес, немесе ол тұрмысқа шыққаннан кейін барған жерінде бақытты көбейтетін берекелі келін ғана емес, ол қоғамда да өзінің үлесі бар пайдалы тұлға. Ол мұғалім, дәрігер, немесе кәсіпкер болуы мүмкін. Ол Алла тағаланың өзіне артық берген білімі, парасаты арқылы өзі өмір сүріп жатқан, болашақ ұрпағы өмір сүретін, қоғамын барынша жарық нұрға бөлейтін зиялы әйел ретінде, жан жағына шуағын шашатын тұлға ретінде елестетемін. Әрине, қазір қазақ қыздары дүниенің түкпір-түкпірінде білім кәсіп ашып жатыр, саяхаттап қыдырып жүр. Бірақ біз олардың ішкі дүниесін, рухани әлемін білмейміз ғой. Балалық шағы бақытқа келін болған кезі аманатшылдыққа толы және бойындағы қасиетін қоғамға да бере алатындай мүмкіндігі болатындар да бар. Ондай әйел саяхаттаса да, әлемді араласа да, үйінен шықпай жары мен баласының қасында отырса да бақытты. Сондықтан, заманауи қазақ әйелін қандай қабілеті мен қасиеті болса да, жүрегіне тыныштық сыйлаған, қай-қыры болса да, қоғамға тек пайдасын келтіретін және өзі толықтай бақытқа бөленген адам ретінде көремін. Және соны қазақ қыздарына тілеймін. Ол үшін өзін-өзі бағалау деген нәрсе де басынан дұрыс қойылуы керек. Бізде батыстың үйреткені сияқты ата-анасыз, бауырсыз, доссыз, күйеусіз тек өзінің ғана құндылығын көтере берсе, ол кейде қазақ қыздарын шектен шығарып бақытсыздыққа да душар етуі мүмкін. Өзін-өзі көтеру, керісінше эгоизмге, тәкаппарлыққа немесе өзгеге жана ашымаушылыққа алып келуі де мүмкін. Ал бірақ кішкентай кезден бірінші кезекте қыздың дәрежесін әкесі көтерсе, діні көтерсе, ағасы көтерсе, махаббат пен мейірімге толық бөленсе, өсе келе қыз бала келін болғанда да тек қана өзімді ойлайыншы дейтін тұлға болмайды екен. Неге? Ол махаббат пен мейірімге әбден тойған қыз болып есептеледі. Енді бағана айтып өттім, өзін-өзі бағалау тек қана дененің, киімнің, жүрген тұрған ортаның ғана әдемілігі емес, ол рухани өсу. Қыз баланың Құдайын тануы, бір уақыт Құран оқуы, ғибратты әңгімелер тыңдауы керек. Осының ішіндегі ең маңызды нәрсе қыз бала өзінің ең қымбат тұлға екенін сезінуі қажет. Соған сенімді болуы тиіс. Кейде қыздар, қойшы енді, мен бір ақ қарға емеспін ғой, немесе не болыпты, сонша өмір болған соң бәрі болады ғой, дегендей өзін-өзі тастай салады. Жоқ. Қыз бала шынында да қолжетімсіз, қымбат дүние болуы тиіс. Әрбір адамның үйінде бір қымбат заты бар, иә? Біреудің үйінде қымбат бриллианты бар. Біреудің үйінде 10, 20, 100 мың доллар тұруы мүмкін. Ол қайда тұрады? Ас үйде жатпайды.
кіреберісте жатпайды, залда үстелдің үстінде жатпайды ғой. Ақша болсын, бриллиант болсын, жасырып, тығып, құрметтеп, бөтен көздерден сақтап отырады, иә? Оны тіл көзден сақтау керек. Әр түрлі адамдардың алдап кетуінен сақтау керек. Алдап кету ғана емес, көңіліне келетін сөзді естіп қалуынан сақтау керек. Әр үйдің қызы сол бриллианттан да, сол доллардан да, сол ақшадан да қымбат болуы керек. Бұрындары қызды далаға су төгуге, қоқыс тастауға жібермейтін. Неге? Шошып қалама деп уайымдаған. Алдынан ит шығуы мүмкін. Ал қазіргі кезде өкінішке қарай қыздарды аяқ асты қылып жатқаны соншалық пранк пен приколдың бәрін қызға жасап жатыр. Университет пен мектепте балалар қыздардың бір қателескен жерін күлкіге келекеге душар болған кезін аңдып отырып, телефонға түсіретін болған. Біреу түртіп қалса, қыздың қорқып қалғанын түсіріп алып, бір-біріне таратып келеке қылады. Ал ол қыздың жүрегі қайда қалады? Ол қыздың көңілі қайда қалады? Мысалы, достары күлкіге қарық болғысы келіп, бетіне мысықты лақтырып жіберіп, содан қорқып қайтыс болып кеткен бір қызды білемін. Пранк жасаймыз деп кіріп келе жатқанда мысықты бетіне лақтырып жіберген ғой. Қыз содан шошып, артынан көп ұзамай қайтыс болып кетіпті. Әңгімемізді қорыта келе айтарым, айналайын қарындасым, сені ардақтап өсіріп, құрметтеп отырған ата-анаң саған риза болып, батасын алатындай перзент болып өсуіңе тілектеспін. Екіншіден, сен қазақтың қызысың. Сен ағылшын емессің, жапон емессің, орыс емессің. Сен қазақтың қызысың, ал қазақ қызының ар-ұяты, әдебі, мінезі, қылығы ешкімнен еш уақытта төмен болмаған, ешкімнен еш уақытта. Қазір сонау Американың, Байденнің ақ үйінде де қазақтың қыздары жұмыс істеп жүр. Әлемнің өте үлкен корпорацияларында қазақтың қыздары жұмыс істеуде. Қазақтың қыздарының қабілеті, білімі, еңбекқорлығы қазірдің өзінде әлемді мойындатып тұр. Бірақ енді бізге соған сай қазақ қызына тән ар, қазақ қызына тән ұят және мәртебе керек. Қазақ қызының мәртебесі қолжетімді болмау керек. Мәселен қараңызшы, қолыңыздағы телефонның бетін әркімге бір сипатпайсыз ғой. Қолыңызда ұстап жүресіз, немесе фотогалереяңызға әркімді бір кіргізбейсіз ғой. Кіргізбейсіз. Неге? Телефоныңыз қымбат, оның ішінде құпияларыңыз бар. Ал шашыңыздан неге біреу сипай беруі керек? Неге сіздің кеудеңізге біреу тұмсығын тығуы керек? Неге сіздің жүрегіңіздегі құпияңызды біреу ашып тексеріп, төңірекке таратып жүруі керек? Осы тұрғыдан алғанда біз қымбат болуыңыз керек. Сіз қолыңыздағы телефоннан арзан болып қалмаңыз. Аяулы қарындасым, телефоныңыз қымбат қолжетімсіз болып, сіз әркімнің қолында кететін тұлға болмауыңыз керек. Сіз телефоннан да миллиард есе қымбатсыз. Өйткені сізді дүниеге әкелген кезде әке-шешеңіз өмірге перзент келді деп қуанды. Әкеңіз жігіт еді, сіздің арқаңызда енді әке деген атқа ие болды. Анаңыз қыз еді, келін еді, ол ана деген атқа ие болды. Кейде қазіргі күні аруларымыз тарапынан қазіргі кезеңде қазақ қызы қандай болуымыз керек, не нәрсеге басымдық беруіміз қажет деген сұрақтар қойылған хаттар көп келеді. Менің ойымша 3 негізгі бағыт бар. Бірінші, қыз бала рухани биік болуы керек. Неге? Ашуыңды келтіретін, жүйкеңе тиетін, қызықтыратын, қинайтын, сенің өміріңе кедергі келтіргісі келетін әр түрлі кезеңдер, адамдар, оқиғалар болады. Сондықтан тұлға рухани мықты болуы керек. Екінші кезекте қазіргі заманның аруы, жан жақты болуы қажет. Көзі ашық, көкірегі ояу. Үшінші кезекте қайда кетіп бара жатқанын сезетіндей сергек болуы тиіс. Егер қыз бала болса, ата-анасымен байланыстың жібін білетіндей, ал
келін болса жарының махаббатын қалай жаулай алатынын сезетіндей болғаны жөн. Егер ана болса, ол қызынан көз жазып қалмаудан қаралатын мұқият қырағы болуы керек деп ойлаймын. Қырағы болуы керек. Бірінші рухани мәселеге келетін болсақ, қазір небір коучтар уағыз әлеуметтік желіде толып тұр. ютубты ашсаң да, инстаграмда ашсаң да, бірақ оның қайсысы саған жанашыр, немесе қайсысы саған дәл керек сөзді айтып жатыр, немесе дәл қазір сен оны түсіне алатындай ахуалдасың ба? Осы нәрсе маңызды. Сол себептен рухани бай болу үшін сіз өзіңізге қажетті, өзіңіз тыңдай алатын, сізге ықыласпен, Құдайдың ризашылығы үшін жанашырлықпен ақпарат жеткізе алатын ұстаздарыңызды, қамқоршы ағаларыңызды, немесе әпкелеріңізді адаспай табуыңыз керек. Рухани биік болмаған адам ол қай уақытта да уақытша құбылыстарға алданып, өмірдегі уақытша сынақтарда сынып кетіп жатады. Демек, қазіргі заманның аруы бірінші кезекте рухани кемел болуы керек. Неге? Қазір сен сан түрлі оқиғалар мен құбылыстар күн сайын өзгеріп жатқан уақыт. Бұрын 10 жылда өтетін оқиғалар қазір 1 жылда өтіп кетіп жатыр. 1 жылда болатын психологиялық толқындар 1 күннің ішінде өтіп жатыр. Себебі қасиетті хадистерде айтылғандай, ақыр заманның алдында сондай бір күндер болады екен. Таңертең мұсылман болған адам кешке діннен шығып қалғанын білмейді. Кешке мұсылман болған адам таңертең діннен шығып қалғанын білмейді. Неліктен? Әсер етуші фактор өте мықты болады деген сөз. Мысалы, мұсылман адам казиноға кіріп келсе, түнімен не істеп не қойғанын білмей, таңертең ох деп тағдырын боқтап, Құдайға тіл тигізетін адам болып, ол жерден шығуы мүмкін. Кешке түнгі клубқа мұсылман болып кірген адам түнде қайдан есірткі шеккенін білмей, кімнің төсегінде оянғанын білмей қалуы мүмкін. Осындай жағдайлар сәт сайын кездесіп жатыр. Қасиетті хадисте айтылғандай, осындай бір оқиғалар кездесетін уақыт болады екен. Таңертеңгі мұсылман адам кешке діннен шығып кететіндей, кешке мұсылман болған адам таңертең діннен шығып кететіндей жағдайлар кездеседі екен. Яғни біздің төңірегімізде осындай өмір өтіп жатыр. Демек, далада боран болып жатқан кезде жылы үйдің ішінде терезеден рақаттанып қарап, шай, көпе ішіп отырған видеоларды көреміз ғой. Төңірегіңізде қандай алапат оқиғалар болса да, сіз де соларға сынып кетпей, солардың әсерін қабылдамайтындай ішкі тірегіңіз мықты болуы керек. Ол үшін өз-өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Күн сайын тек тиктокты ақтарып, тек қана инстаграмды парақтамай бермей, атақты адамдар мен байлардың өмірін қызықтап, уақыт өткізбей, тұрмысы төмен адамдар қалай өмір сүріп, немесе басына қайғы келген адамдар одан қалай құтылып жатқанын білуге тырысыңыз. Адамзатқа ұлы ізгіліктерді алып келген пайғамбарлар қалай өмір сүргенін оқыңыз. Олар қалай өздерінің Құдайға жақын болған әулиелік сипаттарын сақтап қалғанын іздеп, рухани білім алып отыру керек. Тарихта небір әйгілі аналар бар. Мысалы, бүкіл оңтүстік өңірінің көптеген ұрпақтары тараған домалақ анамыз, Абайдың әжесі Зере немесе Ұлжан аналарымыз. Олар не істеді? Олар қалай тірек тапты? Олар қалай бақытты ана, бақытты әже бола алды? Осылар жайында оқып, біле жүру керек, міндетті түрде. Сонымен қатар, өмірде шын мағынасында үлкен қиыншылықтарды көрген әжелеріміз бар. Өмірде басынан талай оқиғалар өткен аналар бар. Олар кітаптан оқып, басқа тілден аударып алып, ақпарат беріп жатқан коучтар емес. Солармен кездесуге, әңгімелесуге тырысу керек. Әйгілі аналарымызбен болған бір әңгіменің өзі сіздің өміріңізге 100 кітап оқығандай әсер етуі мүмкін. Мысалы, Атырауда Иманғали Тасмағамбетов ағамызды тәрбиелеген Ділдә деген әжеміз өтті. Бір кездері өзімнің журналистерімді алып, сол Ділдә әжеге бардым. Ділдә әжемізге журналисті қыздардың
сұрақтарын қойғызып, сырластырып, сұхбат өткіздім. Қарындастарымыз бұл кездесуден өмірлеріне қаншама пайда алды. Біраз қарындастарымызды ертіп Дәулет Тұрлыхановтың анасы Мәрзия апамызбен кездесу өткіздім. Дәулет Тұрлыханов секілді одан басқа да ұлдарын тәрбиелеген анамыз қандай керемет ғибратты мен бөлісті. Сондықтан мүмкіндік болса, осындай өмірдің өзі сұрыптап шығарған сап алтындай таза дарынды тұлғалардың әңгімесін тыңдап әсер алуға тырысу керек. Бұл рухани дамуға байланысты іс-шаралар. Келесі бөлімдерге қыз баланың мына өмірдегі, қоғамдағы, қазіргі замандағы, күйеуге шыққандағы орны, енемен қарым-қатынасы сияқты мәселелерге тоқталатын боламыз. Дәл қазір қазақ қызын қоршаған орта, ата-анамен байланысы және оның өзін өзі бағалауы жайында әңгіме қозғадық. Қазақтың арулары мен сіздерді сондай биіктен көргім келеді. Сіздер толық бақытты болуға лайықсыздар. Иншалла бақытты боласыздар. Сіздерге бір бата жасағым келеді. Рақымды, мейірімді Алла қазақтың аруларын, қазақтың бір тамшы судай мөлдіреген сұлу қыздарын, жан дүниесі жақсылықты қалаған қыздарын жылатпашы. Раббым Алла, олардың ойлаған алдыға қойған мақсаттарына қайырлы берекелі нәтижелермен жетуін нәсіп етші. Ата-аналардың осындай мөлдіреген қыздарынан тек қана жақсылық көруін нәсіп етші. Олардың жамандықтарынан, сүрінулерінен, қиындық көруінен, қайғы қасіреттерінен алыс қылшы. Рақымды, мейірімді Алла, біздің аруларымызды, ғұламаларды тәрбиелейтін батырларды, ғалымдарды, қоғамға пайдалы шарапатты ұрпақ тәрбиелейтін анаға айналдыра көрші. Қыздарымыздың денсаулығы мықты болсын, жүздері күліп тұрсын, көздері нұрға, жүректері иманға толып тұрсын, киген киімдері жарасатындай, достары сатпайтындай, жұбайлары алақанына салып жүретіндей бақытты аруларға айналуын нәсіп етші. Раббана Карим, ви рахматика, Ар-Рахама Рахимин. Әумин.